Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз туляремия. Сабақ мақсаты туляремия ауруының анықтамасын, қоздырғышын, індеттік деректерін, клиникалық белгілерін, диагноз қою әдістерін меңгеру. Туляремия, латынша туляремия, геморрагиялық құбылыстармен, қызумен, іш өтумен, арықтаумен, лимфа түйіндерінің ұлғаюымен, нерв жүйесінің зақымдануымен, іш тастаумен сипатталатын табиғи ошақтық инфекциялық ауру. Тарихи деректеріне тоқтап өтсек, 1912 жылы Коли және Хапин бұл аурудың қоздырушысын ақш-тың Калифорния штатының Туляре округында сарышұнақ тышқанының денесінен тапқан. Сондықтан да қоздырғышты бактерия туляренци деп атаған. Таралуы бұл аурудың Америкада, Европада, Азияда, оның ішінде біздің елде кездеседі. Кеміргіштер көп тараған жерлерде, далалы аудандарда байқалады. Қоздырушысы Францелла туляренсис, Францелла дорофея деп екі бивариант түрі бар. Бұл өте ұсақ, полиморфты, нәзік капсуласы бар микроб. Көбінесе коктар формасында болады. Спора құрамайды, теріс грамды, аэроб. Төзімділігі жоғарғы температураға төзімсіз. 60 градус температурада 5-10 минутта өледі. Мұздатылған етте 1,5 айға дейін сақталады. Кемірушілердің өлексесінде 4 айға дейін сақталады. Дәнде 133 күн сақталады. Керісінше төменгі температура мен ылғалды ортада төзімді. Суда 13-15 градус температурада 3 айға дейін сақталады. Тура түскен күн сәулесі 30 минутта өлтіреді. Кәдімгі дезинфектанттар әдеттегідей концентрациясында бұл микробты толық зарарсыздандырады. Індеттік деректер. Туляремиямен негізінен кеміргіштер ауырады. Қояндар, тышқандар, су егеуқұйрықтары, су тышқандары, құндыздар. Адам өте сезімтал. Негізгі ауру қоздырушы ошағы кеміргіштер. Ауру тасымалдаушылар иксокенелер мен қан сорғыштар. Аурудың клиникалық белгісі қойларда жақсы зерттелген. Жасырын кезеңі 4-12 минут. Адам туляремия ауруына өте сезімтал келеді. Туляремия мен кеміргіштермен қарым-қатынаста болғанда, мысалға бағалы аңдардың, әртүрлі тышқандардың, қояндардың терісін өңдегенде, ашық су қоймаларынан су ішкенде адамға жұғады. Инфекцияның таралуына негізгі рөлді қан сорғыш буынаяқтылар атқарады. Аурудың ағымы өлім тудырмайды, бірақ дамуы ауыр патологиялық процестермен жүреді. Ауру лимфа түйіндерінің қабынуымен, терінің некрозымен сипатталады. Патанатомиялық өзгерістер. Қойлардың ішін жарғанда тері асты қанға толған, ойық жаралар табылады. Мойын, көмей және иық сөл түйіндері ұлғаяды. Бауыр, талақ, лимфа түйіндерінде некроз ошақтары пайда болады. Диагноз қою әдістеріне тоқтап өтейік. Диагнозды эпизотологиялық деректерге сүйене отырып, жиірек қойлар ауырады, ауру жекелеп кездеседі. Клиникалық белгілері бұл сөл түйіндері ұлғаю, іш өту, қатты жүдеу. Ал енді қорытынды диагнозды серологиялық және бактериологиялық зерттеулердің нәтижесі негізінде қойылады. Ауыл шаруашылығы мен үй жануарларының туляремияға күдік туғызуы осы аурудың кеміргіштері арасында эпизоотияның
бар болуы дәлел болады. Иммунитет. Толеремиямен ауырып айыққан соң малдарда иммунитет дамиды. Қанда антидене табылады. Адамдарға толеремияға профилактика жасау үшін тірі авируленттік вакцина ұсынылған. Жоғарыда айтып кеткендей, бұл ауру өлімге әкеп соқпайды. Сондықтан да бұл ауруды емдеуге болады. Емдеуге антибиотик тобындағы тетрациклин тобынан антибиотиктер қолданады. Бұл ауруды емдеуге тетрациклин тобынан антибиотиктер қолданады. Окситетрациклин, стриптомицин, гентамицин деген антибиотиктер қолдануға болады. Және хирургиялық ем қолданады. Қатты қабынған сөл түйіндерін тілу арқылы емдеуге болады. Аурудың алдын алу күресу шараларынан негізінен ауру табиғи ошағында кемірушілердің өсіп-өнуін тұрақты бақылауға алуға тұрады. Соның нәтижесінде індеттанулық болжам жасауға мүмкіндік туады. Мал қораларында, жем қоймаларында кемірушілерге қарсы күрес жүргізудің, жануарларды қан сорушы жәндіктерге қарсы домдаудың маңызы зор. Ауруға шалдыққан малдарды оқшаулап, арықтағандарын сойып, дезинфекция, дератизация жүргізеді. Өлексені жинап, жоюға баса көңіл бөлінеді. Адамдарға ауру жұқтыруға жол бермеуге бағытталған шаралар басты назарда болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Толеремия тақырыбын қайтала. Классрум платформасына салынған авторы Асанов індеттану микробиологиясы мен негіздер оқулығында 174-176 бет. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.